асығыстық жасамаңыз. Бір ауылда кедей қария өмір сүріпті. Оның ерекше тұлпары болыпты. Сол елдің ханы қызығып, көп алтын ұсынып сұраса да, қария атын сатпапты. Bir күні тұлпар жоғалып кетеді. Ауылдастары, ханға сатқанда алтынға кенелер едің, енді атта ақша да жоқ, деп өкініш білдіреді. Қария, асықпаңыздар, біз тек аттың жоғалғанын ғана білеміз. Оның немен аяқталатынын көрерміз деп жауап береді. Көп ұзамай тұлпар қайтып келіп, өзімен бірге тағы 12 жабайы атты ертіп әкеледі. Ауылдастары таңғалып, сіздің айтқаныңыз рас болды. Бұл бақыт екен, дейді. Қария тағы да, асықпаңыздар, біз тек аттардың келгенін білеміз. Одан арғысын уақыт көрсетеді деп жауап қатады. Көп ұзамай қарияның жалғыз ұлы жабайы атқа мініп құлап, аяғын сындырады. Ауылдастары тағы да, сіздің басыңызға үлкен қайғы келді, енді сізге ауыр болады деп көңіл айтады. Қария, асығыстық жасамаңыздар, тек аяғы сынғанын білеміз. Одан әрі не боларын білмейміз, дейді. Бірнеше аптадан кейін елге жау шауып, хан барлық жас жігіттерді соғысқа алып кетеді. Тек қарияның аяғы сынған ұлы ғана ауылда қалады. Ауылдастары, расында, сіздің сөзіңіз дұрыс екен. Біз балаларымыздан айырылдық, ал сіздің ұлыңыз аман қалды, дейді. Сонда қария, тағы да асығыс шешім шығарып тұрсыздар. Біздің білетініміз, менің ұлым қасымда, ал сендердікі әскерде. Мұның қайсысы бақыт, қайсысы қайғы, оны уақыт көрсетеді, депті. Бұл мысалдан алатын ғибрат, асығыстық жасамаңыз. Өмірдің бір сәтіне қарап, толық қорытынды жасамаңыз. Бір есік жабылса, басқасы ашылады. Бүгінгі сынақ ертеңгі бақ болуы мүмкін.